Байғайстан. Hello. Міне Байғайстан Республикасының президентімен отырмын ғой мен. Hello. Міне ойбай. Байғайстан жаман бай тұрады екенсіздер ғой. Келін мен жүр, баяу мен жүр. Жақсы. Қайсың балондарыңызды қырқамыз? Экономика министріне. Ана. Boş. Берекелі болсын. Жақсылыққа тойға біліңіздер. Менден құр болғанмайын енді. Машинаңды көресіз. Машинаңды Еромға бересіз. Ером. Ал. Гандер мендер. Кеттік. Наоборот, ма? Алсыңдар. Осыған тебет. Военный адам болғам десеңші? Да. Военный человек. Да, мен ғой пенсионер. Спец қандай спец? Спец. Атасы ба или Атасы ба? автомат? Да. Сейчас тебе скажу. Төрткөл, білем ғой. Бугунский район, Арыс, Бугунский район. Иә, Арыс кімі ғой мен? Арыс, 77-й год, представляешь? 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. О, 7 жылда істеген екенсіз. 77. 77 жыл ма? 77-де, иә? Да. Көкем жай ұрып келетін сағың мен. Кенский сарасы. Сүйсе өзің сүйіп кетесің дегендей, сөйлесіп кетеді екенбіз. Топас әріп танымайсың, кітаптың бетін ашпайсың, аңдаған телефон оқыған. Ақ тамағынан иіскелеп шешіндіре бастады. Үстіне шығып, сезімдер... Ай, ондай кітап емес еді ғой. Телефонынан не қылады? Көрмесеңдерші ондай видео немене қылып. Кітап оқысаңдаршы, Мико. Болмаса үйленсеңдерші, андай видео көре бермей. Үйлен алмай адыр ғой. Кітап оқытып қойдыңыз өзім. Үйленуге бір қыз тауып берші деп кебім. Кітап оқытқаныңыз. Ой, ана қызды апардым, мына қызды апардым дейді. Болмайды дейді. Метес қыз апардым. Қандай рудан көремін мен енді? Рудан көрме, турдан көрсін. Ондайда ру шыққан ба не? Жоқ ай, тур. Ертең 17 майда Таусамалға 5990 теңгеге тур болады. Қой. Тәрбиелі қыздың бір сүйерде болады. Әдемі ішінде таңдап тұр, танысып, осындай деп тұрыс ойыңды жеткізіп, сөйтіп танысып кетсең. Ауламда, е? Таза ауада бүйтіп, әдемі жер танысасың. Болмайтын қыздар ғой, клубта бірдеңеде жүреді. Сондай турдан іздеңдер. Мынауыңыз қалаулым емес пе, тәте? Жоқ ой, тек қалаулым емес. Саған сырласу бөлмесін жібермейді ғой жерде. Тауда ма? Иә, бір өзім сандалқамен барастырмыз де. Бізде барамын, бізбен қатарлар да баратын шығар. Бұл, онда ше, 17-сіне ем. 17-сіне бір өмірлік жарымызды тауып қайтаймыз ба? Ояқа да бар, кітап оқытып қоймаңыз. Турға 17-сіне, е? Қанат бауырым, қошемет ұнайды, е? Әрине ұнайды. Ұнамайды еш. Сен де баланың әңгімесін айтасың. Одан да бір жерге барып сорпа ішейікші. Тоқташы, қандай кім дедің олар? Бізді Қайтын? қайтырейді машина. Түбей осындай. Кетіп жүресің. Айтты ғой еріксіз қада. Сосын аэропорттан кім сөйтіп күтіп аласыңдаршы, бір қыз түседі. Ұмытып қала бересіз ба? Келем деді, жіберем деді. Кім? Мысалға біздің музыкантымыз Умебалена. Мынау да музыкант. Аяқта мобилографтар. 2 машинамен кетіп тұратынбыз. Өстің, өндің, жан-жағын көбейді деген осы. Міне өстеп тұрасың. Аға болдым ба арқа ұстатын кімдерге, жеткен де бар, жетпеген де бар бұл жерге. Миллион есе бақытты екен, мен бұдан қаршадай қызбен қашпалап ойнап жүрген деді. Кешегі Есенқұл атамыз айтқандай, аға болып істеп жүрміз. Сарыағашқа кетіп тұрамыз тойға, бізбен бірге болыңыздар. Бүгін полный состав, миллион командасы Сарыағаштамыз, қымбат достар. Шайхаң. Қарағандыдағы тойымыз аман-есен аяқталды. Мәссаған, той бар ғой, той деген осылай өтсе де.
кәдімгі 6 сағат той болды. До конца отырдым, адамдар риза болдым. Енді қайттық Астанаға. Біздің Ерболат Мерседес айдамайды, сондықтан өзім айдап қайтайын деп тұрған жайым бар емес пе? Кеттік. Let's go. Жігіттер жанып тұрған. Үмітер. Достар, қайырлы таң. Біз Ерболат досымыз екеуміз Сарыағаштан тойдан келіп, ұйықтамауды ұйғарып, таңғы асымызды ішіп, ары қарай Қарағандыда тойымыз бар екен. Ұйықтамай, сыраз аэропортқа барып, ары қарай ұшып кетейін деп жатқан жайымыз бар. 1 кило майымыз бар. Қолдың құрты бар 1000 теңгеден. Ақ жол тілеп қойыңыздар. Барлықтарыңызға қайырлы таң. Сергей Ибрагим ағамызбен арнайы әдемі бейнебаянымыз шықты. Бармағымыз бірге, бейнеміз ілігі баға әні болып бір әдемі ән жазғамыз. Бейнебаянына қазақтың сырғалы сұлуы ақ кербез түсті. Көріңіздер, бағасын беріңіздер. Ассалаумағалейкум, құрметті достар, қасқырлардың апанынан жалын сәлем. Бүгін жолға шығамын, Құдай қаласа, соған кешегі жіберген қасқырлардың аяқ киімдерін алып кетуге Ротстонға келіп жатырмыз. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар, қандай амансың ба? Міне ертең Құдай қаласа, міне Хайфлайдың баллондарын және арнайы Ротстонның баллондарын ертең соғылда жағатын боламыз. 2 комплект алып жатырмыз. Сәттілік, жолдағыларға ақ жол, Құдай қаласа. Ертең Алматыда жолыққанша жігіттер. Ассаламу алейкум. Кеше миллион командасының парақшасына сурет салынып, әзілдеп бір-бірімізге мақтау сұрап, ана күннің жылуы бармаған жерге сөздің жылуы барады дегендей бізде мәз болып қаламыз да. Үлкен рахмет. Мына комментарий күлдірді мені. Кәсібіңіз айтыңыз, жіберейін 10 000-ыңызды. Миллион командасының парақшасында соңғы салған постымыздың астына Ерам туралы жазып кетті көбісі. Не болып қалды оған? Житі қой деп қоям. Ондай жігітеміз еді ғой Ерам деп қоям. Сөйтсем бәрі 5000 теңге берем деп өз оқырмандарына мен туралы жазыңдар жатыр екен ғой. Болмайды ғой. Мен 10 000 берем. Жазыңдар. Қымбатты миллион фандар, жақсы жандар, біздер жаңада жақында трек күтіңіздер. Ара қашты gözünden, baldan çerin sözünden. Aşık oldum ben sana, 14-15 yaşımda. Көкем, мен орысша қатты біле бермеймін ғой бұлай. Түсініп кетеміз бірімізге. Как тебя зовут? Мен атаным Владимир. Өз атыңызды білесіз ба, ұзақ айттыңыз. Владимир, меня зовут Канат. Канат, очень приятно. Спасибо. Короче, Алматыға фильмге түсуге келдім. И арнайы маған жүргізуші жіберген, аэропорттан күтіп алды. Бұл кісі қазақша білмейді, мен орысша білмеймін. Сөйтіп бір-бірімізді тауып алдық. Қазір Алматы жетінде 1 сағаттық жерде жол жүреміз. Не әңгіме айтады екен біз деп отырмын. Чуть-чуть түсінесіз ғой бұлай қазақша? Сәл-сәл. Чуть-чуть 100 грамм. 100 грамм ішіп түсініп кетем десеңші. Болды, ұйымдастырамыз қазір. Ал бүгін 17 мамыр біз үшін орны бөлек. Біздің осындай миллион болып қалыптасуымызға өзінің үлкен септігін тигізген Анар әпкеміздің туылған күніне баратырмыз. Құтты болсын апша. Жақсылық көрген жеріңе еңбектеп болса да жет дейді қазақ. Қуанышын тойлауға кетіп бара жатырмыз. Еңбектеп емес, тұлсотымен кетіп бара жатыр, Аллаға шүкір. Рахмет әпшетай, аман болыңыз. Досын туған. Тілек айдамай қалдым. Бір не қаласы бар болсын. Сиденье бар ғой, по идее. Оны неден қосасың? Осындай аламын. PlayStation қосып қоясың деп отырасың да. Қош келдіңіз айтпақшы. Қош келдің. Концертте күшті. Мына братан Нексияға дерсі жазып апты. Яны доллар дейді. Что всем нравится дейді. Дұрыс айтасың, братан. Мен доллар емеспін, бәріне ұнай беретін дейді. Сондай наклейки жабыстырып апты ағамыз. Өте керемет сөз екен. Жалпы адамның барын көрмейді, адамнан іздегенін көреді дейді ғой. Сондықтан адамды сол барымен бағалай білу керек қой. Іздей берсең кез келген адамнан мін тауып аласың. Ал сол барымен бағаласаң,
Вот сонда жұрттың бәрімен жақсы араласасың ғой, короче. Сәлем достар, қалайсыздар? Сіздермен футбол тақырыбында аз-маз бір әңгіме айтқым келіп тұр. Жалпы өзім футбол дегенге қатты қызықпаймын. Бірақ кешегі Интер мен Барселонаның ойыннан кейін менде аздап футболға деген интерес пайда болды. Енді бір байқағаным сол Интер мен Барселонаның ойыннан кейін Интердің жанкүйерлеріне қарағанда Реал Мадридтің жанкүйерлері қатты қуанған секілді. Енді айтқым келгені ол емес менің. Жалпы футбол деген кезде менің есіме екі команда түседі, ол Реал Мадрид және де Барселона деген командада. Маған Реал Мадрид ұнайды. Не үшін? Өйткені ол командада Криштиану Роналду ойнайды. Криштиану Роналду атын дұрыс айтып жатырмын ба? Сол Криштиану Роналду андай да почти идеальный десем болады. Енді идеальный деп айта алмаймын прям, бірақ почти осы жасына келіп осындай формада, осындай нәтижеде ойын көрсетіп жатқаны мықты. Содан кейін кеше соңғы ойындардан кейін бір өз-өзімен сөйлесіп, бит қуатты ғой, короче. И мен соны ойлаймын, ол қартайғандық емес, просто өз-өзімен сөйлесті ау деймін ше, дұрыс болмады ғой деген сияқты. Бірақ өте мықты адам деп айта аламын Криштианоны. И Месси, Барселонаны маған не үшін ұнамайды? Біздің мақсат Барселонаны қатты жақсы көреді да, қатты фанат сол командаға, Барселонаға. Маған Месси үшін ұнамайды. Месси үшін ұнамайды. Не үшін? Өйткені Месси андай бір еврей ма бір нәрсе ол ше, мықты ойнайды футболды, базар жоқ, мойындаймын. Бірақ анау баяғы историяларын көрсең бір видеоларда бір-бірінің құйрығын қысып ойнап жатады ғой. Мен ондай жаман жек көремін ше, именно сондай дұрыс емес нәрселерді қолдайды деген еще ол ше. Дұрыс емес нәрселерге спонсор болады деген сол себепті маған Месси ұнамайды. Енді алдағы уақытта финал келе жатыр ғой, финалды көреміз енді. PSG мен Интер, PSG алатын сияқты деп жатыр ғой, енді Интерді білмеймін, қысып тастайтын сияқты. Сондықтан бұдан былай футбол қызығып көргім келіп жүр. Ассалаумағалейкум, құрметті достар, қайырлы күн, қалайсыздар? Бүгін менің ең жақын достарымның бірі, класстасым Бексұлтан деген досым ұлды болып жатыр. Көлігіммен қызметте жүрмін. Аллаға шүкір, көлігімнің осындай жақсылықта қызметте жүргеніне. Барлықтарыңызға жұғысты болсын, Құдай қаласа. Ол қыздарыңыз көп болсын. Кеше жуып қойған дұрыс болыпты. Уағалейкумассалам. Суретке. Менің атымнан мына бір TikTok парақша ашылып, осындай сөздер жазып қойыпты. Соның астында пәлен комментарий мені жаңағыдай даттап жатыр екен. Мына өзінше кеткен бірдеңе ондай емес еді ғой бұл деп. Сондықтан мен парақшамды менің атымнан ашатын қымбатты жанкүйерлер болса да, басқа қандай мақсатпен ашатын білмеймін, бірақ дұрыс әңгіме жазыңдар, мен ондай өзімше емеспін. Жақсы көретін қарындастарым бар. Өз қарындасында көретін Жасмин деген қарындасым бар. Осындай менің ағасына сыйлық алып кетті деген брендтен. Сыйлық алған кім жек көреді? Қуанып қалдым. Сайда басыңдаршы. Рахмет жаным қарындасым. Күшті екен. Кешкі серуенбізде тамаша болып тұр, таза ауада. Абайлаңыздар. Алейкум ассалам. Болды, келіңіздер. Қазір тоқтаймыз. Кеше Алматыда бір танымайтын балдар келіп сыйлық беріп кетті маған, короче. Аттарын да білмеймін, қандай андай компания дейм ба. В общем, танымаймын ана балдарды. Осындай сыйлық беріп, күштеген рахмет жүктер. Алла разы болсын. Аяғыңызды ашып жүріңізші. Зор, ә? Зор отыр, залда отқандай отыр кәдімгі. Зор. Артында да бар.